Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері Түркістанда облыстың тарихи және туристік орындарын көріп, түрленген Түркістан мен қайта түлеген туризмнің насихаттауды мақсат еткен журналистерді облыс әкімі қабылдады. Кездесуде түп тамыры бір рухани байланыстан бөлек мәдени-экономикалық саладағы жұмыстар айтылды. Түркістанға түркі тілдес Түркия, Әзірбайжан, Өзбекстан, Қырғызстан және еліміздің журналистері мен қоғамдық пікір көшбасшылары, туризм сарапшылары мен әлеуметтік желі белсенділері келді. Олар 5 жылда жаңару мен жаңғырудың даңғыл жолымен келе жатқан облыс орталығының әлеуетін көріп, рухани астананың туризм саласын өз елінде дәріптемек. Аталған топты Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды арнайы қабылдап, ақпарат саласының өкілдерімен пікір алмасты. Біздің мемлекетіміздің рахбарларымен шешім қабылданды. Бұрын оңтүстік Қазақстан облысы еді бұл жерде. Оңтүстік Қазақстан облысы болғаннан кейін облыс орталығы бөлініп Шымкент республика деңгейге кетті де, ал Түркістан облыс орталығы болып, Түркістан облысы болып құрылды. Ол заңдылық. Себебі бізде Түркістан білесіз, ең бірінші біздің қазақ хандығының ордасы болған. Сондай біздің ежелгі Орта Азияға деңгейінде де ең ескі қалалардың біреуі. Бағана біздің бауырымыз айтып отыр, 1500 жыл деп, қазіргі археологтарға айтсаңыздар ренжиді. Қазбан деректеріне сәйкес 2200 жылдан жоғары дейді. Түркістан жасы деп айтсақ болады. Енді кезекте соның барын тарихи нелерді, мәліметтерді алып, сосын бұл жерге көп біздің түркі тілдес мемлекеттерден келіп, осындай тағзым жасағаннан кейін Қожа Ахмет Яссауи жатыр, осында көптеген бабаларымыз, бағана айтқан 21 хан, 8 сұлтан, 52 батырларымыз жатыр. Одан басқа жүздеген бізде осы жерде ұлы азаматтарымыз дүниеден өткен, солардың бәрі жерленген. Сөйтіп сондай шешім қабылдап, бұл тек қана мына Түркістан қазақтың жері емес, бүкіл түркі тілдестердің жері. Түркістан деген атын өзі түркі елі деген сөз ғой, стан деген ол елді білдіреді. Ондай дүние жүзінде бір ғана қала. Сол себептен міне осындай қаланы осындай жасамасқа не себеп деп, өйткені біз Астананы құрдық, енді мына жаққа келіп осыны жасап отыр. 5 жылда енді өзіне сәйкес концепция қабылданды. Сол концепцияға қарай көптеген объектілер соғылды. Сол объектілерде өзін осы ескі қалаға лайықты болсын деп, бір жағынан қазіргі сұранысқа сәйкес болсын деген сияқты сон микс болып көрініп отыр. Одан кейін қазір бізде де алдағы да жоспарларымыз өте жоғары. Бізде түркі тілдестер атқа жақын болғаннан кейін ипподром соғамыз, үлкен спорттық нысандарымыз болады. Сосын түркі тілдес рахбарларымыз жиналатын сондай бір орталық соғамыз, сондай жоспарларымыз бар. Әлі бұл жұмыс жалғасады, және де күнде өзгеріп те тұрады. Ең үлкен қуаныш бізге, біздің президентіміз бізде Түркістан қаласына ерекше мәртебе беріп отыр. Ондай ерекше мәртебе деген өте кем, біздің облыстың орталықтарында ешқайсында жоқ, тек Астана, Алматыда ғана бар. Ерекше мәртебе деген ол ертең күн осы біздің өзімізге орталыққа жүгінбей, басқа қылмай, біз унитарлық мемлекетпіз қой. Барлық политика орталықта болады, енді кезекте бізге сондай дербестік, сондай өзімізге шешім қабылдауға мүмкіншілік беріп отыр. Мынау өзіміздің жергілікті мәслихатпен, мысалы үшін қандай да бір құрылыс, басқа бір туристік жағдайда бәрін өзіміз шешіміміз қабылдап, тез арада соны шешіп отыра береміз. Сондай жоспарлар көп. Түркістан қаласы тек қана Түркістан облысы тек қана Түркістан қаласы емес, бұл жерде көп қызықтыратын әлі потенциалда жоғары. Бұны тек біз ғана көрмей, осы бауырларымыз да келіп көрсін деп отырмыз. Біз де барайық сіздерге. Мен қазір келгелі өзім жұмыскерлердің бәрін қайта Өзбекстанға жіберем. Барып қарандар, жұмыс алмасын, практиканы қарандар, қандай бұл тәжірибе алмасын деп. Қырғызстанға жібердім, ол жақтан қарандар. Олар көрсін бізді, бізге келсіндер. Турцияға жіберіп жатырмыз. Қазір біз мына жерге өзіміздің облыстан грант беріп жатырмыз Қазақ-Түрік университетіне. Ол жерде хабарымыз бар. Мына жерде үлкен біз заманауи түрік бауырларымыз медициналық орталық, медицинский центр соғып отыр.
өте үлкен дүниежүзілік деңгейде ертеңгі күні тек қана мынау зиярат туризм емес, сонымен бірге медицинский туризмді бастаймыз деп соны қолға алып отырмыз. Ондай біздің елімізде жоқ медициналық орталық. Мына соны біздің түрік бауырларымызбен бірге соны іске асырып отырмыз. Ендігі жылдың соңына дейін ол іске қосылады. Мына сондай көп істер бар. Қазір мынау әуежайында біз қолға алып рейстер ашып жатырмыз. Қазір мынау Өзбекстан, Самарқанд пен Ташкентпен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Түркістан, Ташкент, Түркістан, Самарқанд. Кеше мына келістік біз Нұрапшан, Ташкент, Түркістан нені аштық? Автобусын сообщения. Оны жасап жатырмыз. Сосын Қырғызстанмен қаласа Бишкекпен ашамыз деп оған атсалысып отырмыз. Сонда көп деген істер жасалып жатыр. Оның барлығы жасалып жатыр да, әлде де алдымызда амбициоздық сондай бір мақсаттарымыз бар. Бақ өкілдерінің рухани астанаға ат басын бұруына түркі тілдес елдер арасындағы рухани, мәдени және экономикалық байланыстарды нығайтуға берілген басымдық болып отыр. Кездесуде журналистер мен туризм сарапшылары өз пікірлерін ортаға салды. Ажарланып, жаңаша кейіпке енген Түркістанды тілге тиек етті. Мойнымда біраз сәлем бар сізге жеткізетін. Рахмет. Сол қарызымнан құтылайын. Мына бізде осы жердің алғашқы түлектер дейді ғой. Түркістан қаласын. Солардан Фатма ханым болсын, қалған түлектер болсын, мен олардың кураторы болып жұмыс істеймін. Сол кісілердің бәрін осы Түркістан облысына құттықтап, біріншіден олардың сәлемесіге жеткізейін дегенім ғой. Өзім Түркістан түлегімін, алғашқы түлекпін, 24 жыл болды, енді 25 жыл. Мамандығым бойынша қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын бітіргенмен, өзім қазір мемлекеттік қызметте жұмыс істеймін. ТРТ арнасы қазақ редакциясына редакторымен жүргізушісімін. Шамалы 22 жылдан бері қазақ тілінде Түркия Республикасында радиода іс шараларын жүргізіп жатырмыз. Мына жерде Түркістан 28 жылда көп нәрсені өзгерткен ғой. Бірақ ең керегі 5 жылда көп нәрсе өзгерткен екен. Соған көзіміз жетті. Бізді қонақбайлық жасап шақырып жатқандарыңызға алғысымызды айтқымыз келеді. Мына жерде бауырлас Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстандық, сосын мажар достарымызбен, әріптестерімізбен бас қосу, ол сіздің арқаңыз. Осы қызметтің арқасы. Ол кез келген уақытта болатын нәрсе емес. Әр салада болғандай журналистикада да мүмкіндіктерді қарастыру, күту, ол арман. Бұл арманға сіздің қолтаңбаңыздың болғаны бізге қуаныш. Рахмет айтқымыз келеді. Президентіміздің. Бір жағынан да осы Түркістан біздің ұямыз. Мен сияқты түлектердің ұясы. Сол Түркістан бұрындан да келе жатқан біздің таныстыру программамызда бар еді. Өзім жұмыс істеп жатқан, қызмет атқарып жатқан ТРТ редакциясының әлеуметтік желісінде Түркістан туралы жиі жазамыз біз. Өзіміз көңіл бөліп, өзіміздің жауапкершілігіміз деп есептеп, Құдай қаласа аман-есен осы жердегі іс тәжірибемді жаңа оқырмандарға да, тыңдармандарға да жеткіземіз. Önce Vatan деген Türkiye Республикасында 250 мың таралым болған газетінде Орталық Азия тілшісімін. Сол жерден де басшыларымыз мына іс-шаралардағы, жиындағы, бұл жерде өтетін туризм бағдарламаларындағы бүкіл детальдерді толығымен жариялауға бізге уәде берген. Құдай қаласа сонда осы жерден сүйіншілеп айтайын сізге. Қаланың бұрынғы күйі, қазіргі күйі енді жер мен көктей, оны салыстыруға болмайды. Бұл енді қазіргі кезде жүре тұра азаматтар көріп жатар. Енді ең басты мәселе осы менің ойымша, осы жерге түркі тілдес елдерінен келіп отырған азаматтарымыз, туризм саласынан келіп отырған өкілдер бар, медиа саласынан келіп отырған өкілдер бар. Ең басты біздің мақсат енді мен өзімді осы жергілікті болғасын, енді осы жердегі идеялармен бөлісіп, келген азаматтардың идеяларын қабылдап, өзімде бір ұсыныстар жасауға дайынбыз. Сондықтан енді бұл түркі тілдес елдерінің жаңағыдай бір туристік кластерін қалыптастыру ең бастысы. Ең алдымен осы мәселені іске асырсақ, қазір мысалы бір маршрут Ташкент, Бұхара,
Самарқан, Бухара, Түркістан деп бір үлкен маршрут жасаса, сондай тағы да басқа бір бағыттар бойынша, мысалы, әртүрлі мүмкіндіктер бар. Ол тау, мысалы, жаңағыдай кеше айтып өткенде 3 бағыт бар осы. 3 бағытты сол бір коллаборация болса, соған енді біздер атсалысуға дайынбыз. Сіз қолдап отырғаныңызға рахмет. Кездесуде Әзербайжаннан келген өкіл Асан радиосының журналисі Аида Эйвазова Түркістанның тарихына тоқталды. Қос елдің басшыларының әріптестік байланыстарының жоғары деңгейде екенін атап өтті. Ал Махалла ТВ және Милет ТВ бас редакторының орынбасары Рузибай Юлдашев туризмді дамытуда түркі тілдес елдер бір-бірімен тәжірибе алмасқаны, бірлесе дамытқаны жөн екенін айтты. Қонақжайлық танытқан облыс әкіміне ризашылығын білдіріп, Түркістан өңірінің туризмі дами берсін деген тілегін жеткізді. Ал қырғызстандық блогер және әнші қоғам белсендісі Самат Долатбагов халықтар достығы туризмді дамыту бағытында пікір білдіріп, Түркістанның қысқа уақытта заманауи шаһарға айналғанын атап өтті. Қазақстандық танымал политтехнолог және саяхатшы Артур Нығметов түркі мемлекеттерінің бірлескен туризм кластерін дамыту мәселесін көтерді. Ақпарат турдың барысында жатқан кездесу ақпарат турға түркітілдес елдерден, оның ішінде Қырғызстан, Турция, Өзбекстан және Әзербайжан елдерінен ол елдердің туризм сарапшылары және де бұқаралық ақпарат құралдары шақыртылып отыр. Жалпы басты мақсаты шараның Түркістан облысының туристік әлеуетін түркітілдес мемлекеттерде таныстыру. Яғни бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өз бақ өкілдерінің оқырмандарына, көрермендеріне жалпы сол ақпарат құралдары арқылы Түркістан облысының туристік әлеуетін мақалалар жариялау, телеарнада көрсету, туристік әлеуетін таныстыру жалпы. Туризм Түркістан облысының жақсы дамыған, зор әлеуетке ие. Олар бізде өздеріңіз білетіндей экологиялық туризм бағыты, емдік сауықтыру туризм бағыты, және ең басты бағыт зиярат ету туризм бағыты басты дамыған. Біздің Түркістан облысының визитный карточкасы былайша айтқанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі орналасқан. Ол ЮНЕСКО-ның мәдени мұра тізіміне енгізілген объект. Туризм саласы Түркістан облысында, Түркістан облысында жалпы мемлекетімізде жыл сайын өсуде. Пандемиядан кейінгі кезеңдерде, пандемияға дейінгі кезеңдерге дейін асып өтіп, былтырғы жылы Түркістан облысына 470 мыңнан астам турист келген. Оның ішінде ал биыл көрсеткіш 550 мыңнан жуықтайды деп есебіміз бар. Биыл көрсеткіш және ендігі жыл одан да жоғары көрсеткіштерге ие болады деп ойлаймыз. Жалпы жыл сайын туризм саласына туристердің келуі 10-15% құрап отыр өсімі Түркістан облысында. Енді бұл көрсеткіш одан да асыру басты мақсат. Түркістілдес елдердің келушілері санын көбейту. Ақпараттық турға шақырылған 14 медиа тұлғаның да дәстүрлі бақта және әлеуметтік желілерде оқырмандары өте көп. Олар Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен бастап жаңарған Түркістанда Отырар, Сауран қалашығын, Ақмешіт үңгірі мен Қасқасуды және өзге де туристік нысандар мен тарихи ескерткіштерді аралап, Түркістан облысының туристік әлеуетімен танысатын болады. Арайлым Әпсағат, Бекзат Миятбек, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.